Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен сабақты бастамас бұрын алдын ала қызықты ойын ойнайық. Балалар, мына жерде бір сөз жазылған және сурет тұр. Осыған қарап сөйлем құраймыз. Балалар ойнады. Балалар не істеді? Ойнады. Қыздар биледі. Қыздар не істеді? Биледі. Әтеш шақырды. Әтеш не істеді? Шақырды. Көбелек ұшты. Көбелек не істеді? Ұшты. Жарайсыңдар балалар. Сонда біз мына тұрған сөзбен суреттен сөйлем құрадық. Балалар не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қандай ереже еді? Дұрыс айтасыңдар. Заттың қимылын білдіретін сөздер не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Олай болса, біздің бүгінгі сабағымыз заттың қимылын білдіретін сөздер. Сендер балалар бүгінгі сабақта тағы да заттың қимылын білдіретін сөздермен танысып, одан да жақсы меңгеретін боласыңдар. Олай болса балалар, 76-шы сабақ заттың қимылын білдіретін сөздер тақырыбын бастаймыз. Бірінші жаттығу, яғни оқылым, кітаппен жұмыс жасаймыз. Рөлге бөліп оқы. Жау, жаңбыр. Түнерген бұлт сұрланып, құйды селді себелеп. Жел қосылып долданып, болды нөсер керемет. Жау, жаңбыр, жау егіннің көгі өссін. Сұлудай бұраң құрақты, айдын шалқар көл өссін. Бұл өлеңнің авторы Бейімбет Майлин. Балалар, нөсер деген не екенін білеміз бе? Нөсер қатты жауатын өткінші жаңбыр, яғни нөсерлер, найзағай сияқты қатты жауын жауып, демде басыла қалады. Жаңбыр жауарда ауа райы қалай өзгереді екен балалар? Жаңбыр жауатын кезде жел қосылып, долданып, нөсер жауып кетеді екен. Жаңбырдың қандай пайдасы бар екенін білесіңдер ме? Жауын жауған кезде жер көгеріп, егін жақсы өседі. Яғни жаңбырдың суы өте пайдалы. Егіннің көгі өссін, сұлудай бұраң құрақты, айдын шалқар көл өссін деп, егіннің жақсы өсетінін білдіріп тұр. Жарайсыңдар балалар. Ал енді Бейімбет Майлин атамыздың кім екенін білейікші балалар. Бейімбет Жармағанбетұлы Майлин қазақтың көрнекті жазушысы. 1894 жылы қазіргі Қостанай облысының Таран ауданында туған. 1 жасқа толмай жатып, әкесінен 6 жасында шешесінен айырылған. Жетімдік зардабын шегіп, байларға жалданады. Алғашқы ауыл молдасынан оқып, сауат ашқан. Жау, жаңбыр және де көптеген өлеңдері бар. Жарайсыңдар балалар, олай болса, дәптермен жұмыс жасайық. Екінші жаттығуға қарайықшы балалар. Мәтінді қатесін түзеп жаз дейді. Бұлт ортасынан ыдырады. Бұлт сөзіне балалар әрпі бола ма екен? Дұрыс болмайды әрине. Яғни қатесін алып тастап, дұрысын көшіреміз. Ауа райы бұзылды. Балалар, ауа райы деген сөздің арасында сызықты ұмытпаймыз. Күн көзі бұлтқа енді. Күн көзі деген сөз бар ма? Көзі деген. Жоқ әрине. Күн көзі бұлтқа енді. Жаңбыр жауды. Жаңбыр деген сөз. Жаңбыр айтылуы жаңбыр, бірақ жазылуы жаңбыр жауды деп жазуымыз керек балалар. Балалар, осы жерде қимылды білдіретін сөздерді табайықшы. Бұлт ортасынан ыдырады. Бұлт не істеді? Ыдырады. Қайдан ыдырады? Ортасынан ыдырады. Яғни ыдырады, қимылын білдіретін сөздің астын сызамыз. Ауа райы бұзылды. Ауа райы не істеді? Бұзылды. Күн көзі бұлтқа енді. Қайда енді? Қайтты. Бұлтқа енді. Жаңбыр жауды. Жаңбыр не істеді? Жауды. Яғни жауды деген сөздің астын сатын боламыз.
Жарайсыңдар балалар. Ендеше үшінші жаттығуға қарайық. Берілген сызба бойынша сөйлем құра дейді. Яғни балалар, мына берілген сызба арқылы сөйлем құраймыз. Мысалы, бала мектептен келе жатты. Кім келе жатты? Бала келе жатты. Қайдан келе жатты? Мектептен келе жатты. Яғни сөйлемдегі сөздер бір-бірімен байланысуы қажет. Ол итті көрді. Нені көрді? Итті көрді. Кім көрді? Ол көрді. Дәл осылай орындаймыз.